Сәлем достар, бүгін көп ата-ана мазалайтын бір тақырыпқа тоқталамыз. Бала телефонды тым көп ұстаса, не істеуге болады? Бұл мәселе қазір көп отбасында кездеседі. Біріншіден, кінәні бірден балаға артпайық. Бала телефонды жай ғана ойын немесе көңіл көтеру құралы ретінде көреді. Егер үйде ересектер көп телефон ұстаса, бала да соны қайталайды. Сондықтан ең әуелі үлгі болуымыз керек. Екіншіден, күніне 10-15 минут баламен жай сөйлесу телефоннан әлде қайда пайдалы. Бала сіздің назарыңызды сезінсе, экраннан алыстай бастайды. Үшіншіден, балаға қызықты балама іс табыңыз. Мысалы, сурет салу, кітап оқу, спортпен айналысу, бірге серуендеу. Егер балаға басқа қызықты іс ұсынбасақ, ол қайтадан телефонға оралады. Төртіншіден, ереже біртіндеп енгізіңіз. Мысалы, күніне тек 1 сағат YouTube қарай аласың деген сияқты. Бастапқыда қиын болуы мүмкін, бірақ уақыт өте келе өз бетімен телефонды аз қолдана бастайды. Ең бастысы сабыр мен тұрақтылық. Баланы ұрыссыз түсіндіру арқылы үйретіңіз. Ол сіздің сөздеріңізден гөрі іс-әрекеттеріңізге көбірек мән береді. Егер осы кеңестер күнделікті өмірде қолдансаңыз, бала біртіндеп экранға тәуелділіктен арылады. Сізбен болғаныма рахмет. Каналға жазылып қолдап кетіңіздер.